Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер осы хабарды толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Астана қаласында жұмысқа орналасу тәртібі өзгеріпті. Енді қыздардан тағы бір құжат талап етеді екен. Бұл туралы дәрігер Ғабит Нұрханұлы Фейсбуктегі парақшасында жариялады. Қызық болғанда, Астана қаласының 4 емханасына бойжеткендерді жұмысқа алғанда диплом, сотталмаған, наркоман емеспін деген қағаздармен қатар 2 қабат емеспін дегенде құжат өткізу керек екен. Құжат болғанда экспресс-тест таяқшалары жарамайды екен. Міндетті түрде ХГЧ анализін тапсырып, мөрін қойдырып алып келу керек екен. Балалары бар, тұрмыстағы қыздардан сұраса мейлі екен. Әлі тұрмыс құрмаған қыздарды тапсыру керек екен. Еліміздің заңының қай бабында бұндай деп жазылған? Құрметті көрермендер, осы туралы пікірлеріңіз болса, комментарияда жазып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.